Саламатсыздар ма? Бүгін біздің подкастта Шығармашылық академияға жалпы біздің қазақ қоғамында республика бойынша өнер саласында, қолөнер саласында еңбегі сіңген Гүлнар Орынбаевна Шығармашылық академиясына тұмар үйірмесінің жетекшісімен сұхбатқа келіп отыр. Гүлнар Орынбаевна, сізге көп рахметімді айтқым келеді. Өйткені бүгінгі тақырыптың өзі ерекше, еңбек түбі зейнет. Бір тұлғаның еңбегінің зейнетін көріп отырған адам деп айтатын болсақ, мен енді осы жерге Шығармашылық академияға келгеннен бері сіздің сол тұлғаның бейнесі ретінде сізді көремін. Өйткені еңбегіңізді, жұмысыңызды бір сондай жақсы көретін адам ретінде көріп жүрмін. Және сол сүйіспеншілікпен жасаған еңбектің нәтижесінің жемісін көріп жүрмін. Сондықтан сізге әлі де болса еңбегіңіздің арқасында жетіп жатқан жетістіктеріңізбен осы аудиториямен бөліседі деген ойдамын. Сізге көп рахметімді айтқым келеді. Бүгін уақытыңызды бөліп, осы еңбек жолыңыздағы өзіңіздің бөлісетін жақсы тұстарыңызбен, қиындықтарын қалай жеңгеніңізді сол форматта болады деген ойдамын. Сізге ең бір алғашқы сұрағым Орынбаевна, неге осы қолөнер? Сізде басқа таңдаулар болды ма? Жалпы деген қолөнер деген бір адамның өмірінде көп адамның қолынан келе бермейтін, ол үлкен еңбекті талап ететін, адамның ол тек қолмен емес, жанымен ғана, сүйіспеншілікпен ғана берілгенде адамға жететін дүние ғой. Неге сіз осы жолды таңдадыңыз? Кім себепкер болды деген сұрақ қойғым келеді. Гүлнар Орынбаеваны неге біз тек қолөнермен ғана білеміз? Мүмкін басқа да тұстары бар шығар дегендей. Рахмет осылай мені сұхбатқа шақырғаныңызға. Ең басында кім себепкер дейсіз ба? Ең басында себепкер менің анам болған. Анам болғанда біз кішкентайымызда оны қолымен жасап жүрген дүниелерді көрдік. Ол сосын өзі жасап бізді үйрететін. Носки тоқу, киім тігу, сосын өзін киімді дұрыс ұстау. Біздің кезімізде мектепке барғанда формаға шілтер тігетін едік қой. Соны менің мойнымда болды. Менен кейін екі сіңілім, інім болды. Солардың ана екі қыздың бантигі, соның ана мойындағы жеңсіз бәрін тігу менің мойнымда болды. Сосын ел әдемі болу үшін, конечно, біздер тырысамыз. Ал осы қазір балдармен жұмыс істеп жатқанда мен айтам, қыздар кейбір 3 оқитын, 4 оқитын қыздар қиналып қалғанда айтам, қыздар, мен ең бірінші класста бізде ол кезде продленка болды. Сол продленкеде сабағымыз жасаймыз да, бір кореянка апай болып, бізді күрчекпен тоқуды үйретті. Сол кезде күрчекпен тоқып, мен сол өзім куклаларым болды, кішкентай куклалар, сол үлкен, соларға тоқып бір нәрсе жасайтын едім. Сол мезгілден бастап мен қолөнер деп өзімнің мына айтуға болады ғой, бастапқы сол үйренгенім содан жасап ары қарай дамытқан. Ал ең күрделі жасаған кезде біздің кезімізде дефицит деген нәрсе көп болды. Дефицит киім әдемі, бір көйлек, тоқыма шапка. Сонда мен кинода қарап ана көйлекті көремде, сосын қия бастаймын. Қиып өзіме блузка деп айтуға да болмайды. Қазір қарап отырсам, оны блузка деп. Кәдімгі кофточкалер, простой талай матаны қиып дұрыс болмай, оны жасап, бірақ соңында өзіме киетіндей қыздармен бір жерге барғанда кигім келеді. Ең бірінші осы бриджи деген шалбар болды. Соны мен бриджиді бір журналдан көрдім. Енді ол кезде интернет деген жоқ, біз кітап арқылы үйрендік. Үйде домоводство кітап бар. Ол 1965 жылғы, ол маманың кітабы. Соның ішінен тоқыма, киім тігу, тамақ пісіру, соның ішінен үйрендім. Қызық. Ана картинканы көремде мынадай
тоқыманың өзінің өрнектері болады ғой, соны шығарам. Сонда сол өзім қыздардың арасында ерекше болғым келеді. Сол үшін өзім еңбек етіп, сол киімдерді киіп жүргенмін. Мына қалай менің творчестволыққа шыққаным, ата-аналарымыз ол кезде қандай престижный мамандық болды деп мен сізге сұрақ қояйыншы. Қандай мамандық болды сол 80-ті, 90-ті год? Қалай ойлайсыз? Совет өкіметінің кезде қандай мамандық сол нақты болса күшті болады деп? Ол уақытта торговля ғой. Молодец. Правильно, сол кезде мені торговля, үйдегі ата-аналарым мені мына кооперативный техникумға жіберді. Сол мен ең бірінші мамандығым 8 бітіргенде сол техникумге бардым. Бірақ ол кезде біз өзім қалада өскесін ауылдың қыздары келеді, сол ауылдың қыздарының күшті дос болып жүретін еді. Енді мен тігем ғой, тоқиым, тігем, сонда ана қыздар айтады, маған мынаны тігіп бер, шалбар тігіп бер, юбка, соларға мен тігіп қыздарды киіндіретін едім. Вот сол 8 бітіріп 9 оқып жүргенде біз сол кезде уже кәдімгі мына дүкенде жоқ киімдерді мен тігіп пішіп жасап беретін едім. Сонымен ары қарай дамытып, сосын енді біздер 90-шы жылдар бәрі өзгеріп, адамдар мамандықтарын өзгеріп, бір күн көріс болды ғой. Сол кезде мен өзім үйдегі анамнан үйренген құрақ көрпе тігіп, сонымен тақша таптым. Кәдімгідей көрпелер, қыз жасау, сол жаймен дамытып, соны мен пайда көрдім. Ал енді қазір шиғырақ деген бар ғой, құрақта да, ол сол 90-шы жылдары шиғырақты менің анам кәдімгі Жұбановта қыздарға қатты үйрететін. Ол кезде машинкеде дұрыс жоқ, қолмен тіктіреді. Қолмен тіккенде ана қисық болып жатса сөктіреді, қайтадан тіктіреді. Ананы ұзындығы ені 1 сантиметрден аспау керек. Қазір 2 сантиметр шиғырақ деп еді, ол шиғырақ емес. Ол мен қазір айтсам күлетін шығар, кәдімгі деревянный бревна деп айтуға болады оны. Неге дейсіз, ана әр сызықты кәдімгі линейкамен санап отырады да, ана оқушыларға дұрыс емес деп. Сол мұғалімдер қазір өте жоғары деңгейде. Кәдімгі қаланың беделді мұғалімдері бар. Сол мектебінен өткен Сахарева Лена Мұхтаровнадан дейді ғой. Орынбайна, сіздің бойыңыздағы осындай талант анаңыздың ақ сүтімен берілген екен. Анаңыздың ақ сүтімен берілген екен. Адам жалпы өмірде қателеспеу керегінің бірі мамандық қой. Сіз айта отырғанда бір мамандығыңызды сүйіспеншілікпен айтып отырсыз да, анаңыздың бойынан дарыған қасиетті сіз ары қарай алып кетіп отырсыз. Содан ағадал еңбегіңізді тауып отырсыз. Республика көлемінде қазір танымал, кеше ғана облыстық деңгейде үлкен шебер класс өткізіңіз, қанша мамандар келіп, өздері тәнті болып, сізден іс тәжірибе алды. Оның өзі сіздің еңбегіңіздің бағасы деп білеміз. Осындай жасқа келгенде осылай келіп бағалап, бөлісіп жатсаңыз, одан біреу үлгі алып, оны ары қарай жалғастырып жатса, ол еңбектің бағасы деп білемін де мен өзімнің ойым ғой. Барған сізге тағы бір сұрағым осы атқарылған тынымсыз еңбектеріңіздің нәтижесіне міне жеттім деп бір айтып, аузыңыз толтырып айтатын ұстарыңыз бар ма? Айтып жатсыз ғой осылай, сізде мектеп кезіңізде, тіпті студент кезіңізде үлкен іс тәжірибелер болған. Айтып жатсыз ғой қасыңыздағы қыздарға киім тігіп беретін едім деп. Шынымен де сол уақытта сұраныс саудада болды. Өйткені бір алдымызда келе жатқан тоқырау заманы, сол уақытта біз әке-шешелеріміз үлкен ақшаның, кәсіптің көзін сауда деп көрді. Сізді де сол жолға енді сілтемелеп, шынымен де кооперативный колледж қандай престижный колледж болды. Қазіргі таңда ол енді жабылып қалды ғой, басқаға ауысып жатыр. Оның өз заманның талабына, заманның сұранысына, өзі ағыммен ауысып жатқан қазір еңбектің кейбір тұста бәрі жеңіл болып жатыр.
иә, барлығы бар, жасанды интеллект бар, біз үшін ойлап беретін чат GPT бар, бірақ адамды тәрбиелейтін еңбек қой. Содан кетпеуіміз керек та. Біз неге бұл тақырыпты алып жатырмық? Өйткені біз үшін ойлап беретін жаңа компьютер болса, біз үшін бізді түсіріп беретін жасанды интеллектіміз болса, бірақ біздің ой қабілетіміз, біздің санамыз еңбекпен дамиды ғой. Сондықтан еңбектен балаларды еңбекке шақырайық. Өзі ойланып, логикалық тұрғыдан ойлап, бір нәрсені шешетін болса, қолымен жасайтын болса, кеше қандай жұмыстар сіздер деген, тіпті моториканы дамыту, анан бар үлкен жұмыс қарап тұрсаң, мен сол ата-аналарға риза боламын да, балаларын сіздерге әкеліп жатырған, одан қандай туындылар шығып жатқан. Ол түбі оның баланың қандай жауапкершілікке, ұқыптылыққа, жаңа сіз айтып отырған әдемі киінуге, әдемі жүруге баланы деген сондайға тәрбиелеп жатырған ұстазымыздың бірісіз ғой. Сондай бір кейбір сіздің жауабыңыз, мен өзім де айтып қойдым ғой, сіздің жұмысыңыздың нәтижесі жаңа балалар ғой, қарап тұрсаңыз. Қазір сізге осы бағытта сізге айтайын. Мына неге мен осыған келдім? Мен мастерской аштым, отырдым. Мастерской ашып, өзім тігіп, реставрация, тағы басқалар. Бір күні маған бір қыз келеді, где-то 20-25-тің ортасында қыз. Айтады, апай, маған ақшаға ілгек тағып беріңіз блузкаға дейді. Мен дедім, мен отыр, мен ақшаға істемеймін, келмей саған, көрсетейін, тігіп бер. Апа, мен ине ұстай алмаймын. Мен сол кезде ойлана бастадым. Біздің мына искусственный интеллектте дамып жатқанмен, бірақ қыз баланың мына өзінің киімін істей алмайтын маған сол кезде мен өзім таңғалдырды. Содан кейін шешім қабылдадым. Бір жерге барып, мына қыздарды үйретуім керек деп. Енді шын айтайын, мына шығармашылық академияға, дворец школьникқа, Қазанғапқа барып, резюмені қалдырдым. Еш жерде мені қалай қалды, солай тұрды. Бірақ шығармашылық академия ол кезде Шамшат мұнайында болды. Өзім барып, тікелей кірдім де кабинетіне көрсетіп айттым. Осылай мен жұмыс істеймін, осындай салада қолөнермен айналысам, балдарға мамандығым бар. Енді осы өзіме сол кезде ойлаймын, мен кәдімгідей балдарға нақты өзім тәжірибемен бөлісуге піскен продукт болды деп. Піскен сәтіңіз болды. Сол кезде. Содан бастап, осы 2019-дан бастап келіп, осы жерге қыз балдарды үйретіп жатырмын. Кейбір ата-аналар ойлайды, мына қолөнер деген ол тек жай, ертең ол болмай дизайнер, бірақ арт жағында мағынасын түсінбей тұр ата-аналар. Сіз айтып, қол моторикамен жасаған кезде біздің мына нейронный связи дейді орысша, сол қозғалады. Кәдімгі ұқыптылық, онымен бір бастап жұмысты аяқтаған технологиялық сәттер бар ғой, соны қалай бітіру керек, оны қалай жалғастыру керек, соның бәрі ми арқылы дамиды. Маған келіп жүрген қыздардың бәрі жақсы оқиды. Даже 3-пен келген қыздар бар, мен көріп отырмын. Айтпайын, бірақ белгілі ғой. Сол жылдың аяғында айтам, қалай сабақтарың жақсы болды ма? Математикадан 4-пен 5-ке шықтың ба деген? Я дейді. Сол мағынасы, мына қолмен істеген балдар миды дамытып, сабақтарын, тілдерін, математика, физика, бәр салада олар жоғары деңгейге көтеріледі. Мен соған неше болса тәжірибемде көріп отырмын. Сосын айтқым келіп отырған, маған бір қыз келді. Мына шығармашылық академияда оны ешкім алғысы келген жоқ, особый регион. Жансая деген қыз мына келетте жүгіреді. Ей было 12 лет. А мен сол мастерскойда отырғанда, енді не айтып отыр, балдарды үйретемін деп жариялап. Сол кезде келіп, мамасы біз жүнмен жасап көрдік. Қолы жабық. Осылай алақандар ашылмайды. Соны жүнмен жасап, алақандарды жасап, былай уқалап, алақандары ашатын болды. Сөйлей алмайды, баспалдақта дұрыс түсе алмайды. Мына қол дамығасын, ол мида қозғалыс болып, ол ерекше баладан қазір
деңгейде 18-ге келді. Сол маған келіп жүргеннен сол нешінші жылдан, 20-шы жылдан бастап келді ғой. Ақыры мен швейная машинка үйреттім. Ол моншақты тігуді жақсы көреді, жүнмен айналысқанды жақсы көреді. Кәдімгідей баланың ішінде қалай айтады, өзінің рахаттанып осыны жасағанға мәз болып бетіне қараған кезде мен де соған риза болып тұрамын. Сондықтан балдарды мынадай техника, моторикалық жұмыс істейтін жерге жіберсеңіз, сабақтар бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Сіздің жаңа айтып жұмысыңыздың бір жемісі деп, сол жемісі осы үлкен бір нәтиже деп айта аламын да. Осы жақында ғана бір ата-ана, ерекше баланы тәрбиелеп отырған ата-ана келді. Осы біздің іштегі бір ұстазға өзінің алғысын айтып жатыр да. Алғысын айтып жатыр. Жаңағы менің балам бәрібір ұстазды тыңдайды ғой дейді, ерекше. Ал бізді анасы болғасын кей уақытта тыңдамайды дейді. Жаңағы ол ұстаз бейімдеп жатыр тұрмыстық кухняға. Мына жерде мынау пышақ, мынау үшкір, мынау не деген. Ал ол сол жерде тамақ жасау арқылы, осы үйірме келу арқылы, сіздің сабағыңызға барып, жүнмен жұмыс жасау арқылы ол кітте де болса өмірге бейімделіп жатыр. Баладан ашылғанды көрдім дейді. Алғысынан келіп айтып жатыр да ұстазға. Ол да біздің бір ұстаздардың жаңағы батыр ұстаздарымыздың жемісі деп білемін. Өйткені ол ерекше баланы тәрбиелеу, үйде отырған ата-анаға да үлкен бір енді оның да бір өзінің қиындығы бар. Ол бірақ баласы, ол ата-анасы. Ұстаздарымыз да сол ұстазбын деген сол жерде жауапкершілікті алып, жақсы нәтиже шығарып жатырғаны, ол да біздің шығармашылық академияның үлкен жемісі деп білемін. Мен жастарды қозғап жатыр ғой. Қазір жаңа айтып жатыр, мүмкіндік көп, барлығы жасалған. Телефонды қосып қойсаң, барлығын үйрете қояды, жасай қояды. Бірақ сол мүмкіндіктерді қайталанып жатырған жастарымыз аз ғой. 1%-дан күнде, сол 1%-дан бір әрекет жасаса, сол әрекеттің артынан үлкен бір нәтижелерге апарады. Соған қазір жастарымыз шыдамай қалып жатады. Бірақ сіздер шыдадыңыздар ғой. Айырмашылық неде? Қазір сондай еңбекке шыдамдылыққа, кішкентай болса қиындықтың ол бір сені бір жеңетін ступенька екенін, ол баспалдақ. Оны жеңсең сен одан жоғарысына кетесің. Оны жеңсең сен солай шыңдаласың дегенді қалай жеткіземіз? Бұл жерде осы туралы жастарға еңбектегі бір қиындықтардың жемісі, ол жеңісі ертең сенің жемісің екенін қалай түсіндіреміз? Сол туралы айтсаңыз. Мен ойлаймын, осы өзім үйдегі тәжірибеден алған, анамыз айтады, ол кезде орысша ғой, нет слова не могу деген. Қолымнан, қазір де қыздарға қолымнан келмейтін деген болмайды. Айтам, біреу жасады ма, сен де жасай аласың. Біреу істеді ма, сен де жасай аласың. Қазір дұрыс болмаса, мүмкін қазір бірінші жұмысың әдемі болмайды, мүмкін бір қателері көп шығар, бірақ екіншісін жасағанда сен уже басқаша шығарасың. Ал мына жастарға төзімділікті не үшін жасаймыз осы затты? Не үшін біз жұмысқа келеміз? Бір мақсат болу керек, бір дәреже болу керек. Соған жеткім келіп тұр. Ол үшін не істеуім керек? Қай жерін дамытуым керек? Қай жерді үйренуім керек? Мен өзім мына видеодан кәдімгідей мастер-класстарды қарай беремін жүнмен. Негізінде тігуден біздер қазір қайтадан оралайын, мына кеуде шектерді тігіп, жеңсіздер бар ғой, ұлттық нақыштан 97-де мама екеуміз 3000 теңгені сол кездегі ақшамен әкеміз берді де, екеуміз Түркістанға барып, сол жерге матаны алып келіп, қазірге шейін менде сол машина бар, 65 жылғы ана Подольск деген машина.
сонымен ана мектепте үйренген, кітаптан үйренген выкройка басқаша ерекше қиып, содан кәдімгідей лекалды әлі сол лекалмен пайдаланып. И сол лекалмен тігілген заттар любой үлкен толық болсын, жіңішке болсын, бәріне де келіп қалады. Білмеймін, сол кездегі выкройканың өзі, қазір мен өзім таңғалам, солмен не істеп отырмын. Сол кезде қиындық болды. Мынаны қалай істеймін, былай істеймін, жүргізіп адамдарға насихаттап, ұлттық нақыштағы киімдер сол 96-да, 95-те бастадым, 95-96. Сол кезде қиындықтан өткесін, мен ойлаймын, қазір сіз айтқан бәрі дайын, бірақ не үшін жасаймын, қандай нәтиже алу керек, мен қалай алған басуым керек, артымда не қалады, қандай із қалады, жақсы сөз қалады ма, жаман сөз қалады ма, мен не қалдырам артымнан. Мен қазір өзім сондай жолмен жүрем. Енді жастарға айтқым келетіні, мұғалімдерге қиындық болады. Мен білмеймін деп ұялмау керек, мен үйренем деу керек. Мен үйренем, мен білем, мен ізденем, мен ананы сұрайым, мынадан сұрайым, ұялмай сұрай беру керек. Ол сенің төменгі дәрежеде емес, сенің алға жүрем деген ұмтылыс деп санаймын. Орысша, қазақша жетпей тұр, учиться. Каждый день учиться. Күнделік анадан тыңдап отырсаң, бір жақсыны алып, мынадан естігеніңді жақсыңды алып, сол жақсыларды білген, үйренгеніңді өзінің жұмысында көрсетсең, ол кәдімгідей нәтиже болып шығады деп ойлаймын. Мен өзім сондай. Нет невозможно, бәрі возможно. Все возможно. Дұрыс айтасыз. Бүгін жастарымыз барлығы менің алтын уақытымды неге бөліп жатырмын деп көп ойлану керек деп ойлаймын. Оны енді бұл бала, бірақ ата-аналарымыз алтын уақытын балаларымыз неге бөліп жатыр. Мен ата-ана ретінде қандай тұстарда балама осы уақытта не қол ұшын созып жатырмын. Шынымен бірден бір ата-ананың балаға көмегі қазір сіздердің үйірмелеріңізге балаларды тарту деп ойлаймын. Сол мен сіздің жаңа кешегіде туындыларыңызды көрдім, қандай керемет көрмеге алып шықтыңыз. Бірақ сол туындылардың ішіндегі бір жаныңызбен жақсы көретін сол бір туындыңыз, әрбіреуі сөйлейді ғой. Сіз үшін әрбіреуі бір тарих сөйлейді. Бірақ соның ішінде ерекшесі не? Еңбегіңізді, жаныңызды, көз майыңызды тамызып тұрып, жаныңыз салған дүниеңіз бар ғой, сөйлейді. Сізбен сөйлесек, соған қайсысын айтар едіңіз? Осына ең ортада қызылдан сырмақ тұрды ғой. Соны тіккенде мен ана екеуміз тіктік. Ана алақұрт деген тігіс бар, ол өтсе көне, кәдімгідей көне баяғыдан келе жатқан. Ол тігісті мен неше жылда бері қасында жүргенде, мен сабақ береді ғой, уақыт жоқ. Енді уже пенсияға шыққанда сол туындыны оюын, құрастыруын, соны мамам өзі жасады. Бірақ соны қасында екеуміз бірге жасадық. Былай болады, қойып, ана өлшемін салып, оны сызып. Енді сол алақұртты қазір қалай айтады? Екеуміз тіктік. Соны тігіп бәрін бітіргенде мен сол кезде қалай айтады? Көзімді жұмып соны істей аламын. А оны жаймен кішкентай бұйымдар жасағанда ұмытып қаламын, шатасып қаламын. Ана жіптерді іліп отырып тігу керек қой. Енді соның қасында екеуміз соны тігіп жасап отырғанда, сол туынды маған ең сондай ыстық. Анаңыздың қолы бар, ізі бар. Өйткені адамның өмірінде әрбір сәт несімен ыстық, несімен қызық өткені сол болып жатқан процесс қой. Процессте сіз анаңызбен болу, ең жақын адам, әңгімеңіз, бір-бірлеріңізбен сөйлесу, қарым-қатынасыңыз, бір жылы сәттер ғой, сол жерге қайта оралтатын. Қарайсыз, сол жерге барасыз. Мен көз жасым шығып отыр. Енді шынымен анамыз кетті ғой, бірақ соны маған қалдырып, мен соны үйреніп, қазір жастарға
кішкентай қыздарға үйреттім. Сол мен айтамын, 15 адамнан 2 қыз соны ішіне былай душа дейді, ол ішінің өзінің ішкі сезіміне қалса, мен осы өмірде бірдеме қалдырды деп ойлаймын. Бұл көзіңізден аққан жас сіздің еңбек жолыңыздағы бір бақыттың жасы. Сіздің жаңа айтып отырсыз, сол басынан айттыңыз, бұл қасиет анамның бойынан бар деп. Сұхбаттың соңғы сәттерінде де ең жақсы туындыңызды анаңызбен байланыстырдыңыз да. Бұның өзі зейнетке жететін бір шамалы қадамнан кейін оның да уақыты таяу, бірақ сол тұста осылай айтып, жұмысыңызды, еңбегіңізді осылай өзіңіз бағалап, және ол тек менікі емес, сіз бір жаңағы шеберхананы ашып қойып, сол жерде отырсаңыз да сіздің жұмысыңыз сұранысқа ие болатынына 100% сенімдімін. Өйткені сіздің жұмысыңыз, айттым, республикалық көлемде көрсетіліп жүрген. Бірақ сіз сол жұмысыңызды, білетініңізді баламен, жастармен, сұраған адаммен бөлсем деуіңіз үлкен бір ерлік. Өйткені білгенімен бөлісе алмайтын адамдар бар. Білгенін көрсетпейтін адамдар бар. Үлкен бір сіздің бір өзіңіз келіп, осылай жасайын деп қадам басуыңыздың өзі үлкен бір ерлік деп білемін. Қандай жұмыстарыңыздың әдемі екенін, сұранысқа ие екенін білемін. Қызығушылық танытып, қанша адам жақсы пікірде айтып кеткенін білемін. Ата-аналардың тарапынан да қандай кері байланыстар шығып жатыр. Оның барлығы сіздің еңбегіңіздің, адал еңбегіңіздің бағасы. Сондықтан шығармашылық академияның атынан сізге алғысымды білдіргім келеді. Тек жалпы осылай бақыттың көз жасын шығуының өзі бір бақыт қой, айтыңызшы. Рахмет. Өте былай күнбе-күн жұмыс істейміз ғой. Кәдімгідей қазір мына еске салып бәрі мына өмірімді кәдімгідей шынымен көз алдында әр оқушы келген, қалай олар ата-аналардың несі, өздерінің сөздері маған ризашылығы бәрі сол қазір. Мен айтам ғой, ана қыздар дизайнер болмай-ақ қойсын, бірақ олардың ішінде қазақ қыз, қазақ елім, міне біздің қазағымыз қандай керемет, қолынан шебер болған дегенді, соны мен балдарға құлағым күнде сабақтайтын. Рахмет сізге көп. Енді соңғы бір түйін, сіз өзіңіздің еңбек жолыңыздағы менің бағам деп жаңа айтып жатсыз ғой, ризашылығыңызды айтып жатсыз, шәкірттеріңіздің жетістігін айтып жатсыз. Бұның барлығы сіздің еңбек жолыңыздың бағасы. Сондықтан сізге көп алғысымды айтамын. Біздің шығармашылық академияда сіз секілді осындай ұстаздардың барлығы қуантады. Ата-аналарымыз де сіздермен мақтанады. Шәкірттеріңіз көп болсын, мақтанатын кәдімгідей. Сіз қазір айтып отырсаңыз, мына балам менен озды деп айта алатындай шәкірттеріңіз көп болсын. Өйткені ұстаздың бағасын беретін шәкірті дегім келеді. Сізге көп алғысымды айтамын.